Күннен көбіне адам ал жасап атат. Өкінішті болуп атат. Қазір біздің Қазақстанда көп деген мына естіп атсыңдар, ажырасу дейтін нәрселер көп орын алып атыр. Бұның бәрі адамның бір-бірін таба алмауынан жаңағы ең соңында түсініспеушілікке апарып, семьяны бұзып алып атат. Сондықтан бір әңгіме айтып берейін. Хасан Басри дейтін әулие жігіт болған. Сол Фарат өзенінің бойында өзінің шәкірттеріне осындай сабақ беріп отырады. Сонда ол уағызының ішінде тозақ пенен жәннат жайлы айтып жатыр екен. Тозақ дейтін мынандай болады, жәннат дейтін мынандай болады деп айтады. И сол кезде анандай жерден әулие қыз Рабия Балқия өтіп бара жатты дейді. Оның екі қолында екі күзе, бір күзеде су, бір күзеде от алып бара жатты дейді. Екеуін көтеріп бара жатты дейді. Екеуі кім? Хасан Басри Рабия Балқияға ғашық екен. Өлердей ғашық болған. Соны алғысы келіп жүретін болған. Соны кетіп бара жатқанда сосын сол жерде мынандай сұрақ туады. Суың болса тиіп тұр, күнің болса күйіп тұр. Мына бір қолыңда от, бір қолыңда су менен, ей Рабия Балқия қайда бар жатсың дейді. Хасан Басри сонда айтады. Сенің ана айтып тұрған жәннатыңды дейді. Мына бір күзе отпенен өртеп жіберер едім дейді. Астапыралла дейді. Сенің ана айтып тұрған тозағыңды дейді, сенің айтып тұрған мына балдарды қорқытып. Мына бір күзе су берен өшіп берер едім дейді. Сонда айтады, мына өзінің әулиелігіне мастанып баратыр екен ау деп ойлайды да. Хасан Басри де әулие жігіт қой. Теңіздің Фарат өзенінің дәл ортасына дейін сыздырып бүйтіп жүгіріп барады да, жай намазын жай жібереді де, 2 ракат намазын оқиды да орнына бүйтіп қайтып келіп орнына тұрады. Көрсетейін саған әулиелік дегенде. Бірақтары Рабия Балқия екі күзен жерге қояды да, аяғымен жерді бір тебетті, андай жерде ақша бұлттың төбесіне шығады да, жай намазын жай жібереді де, 2 ракат намаз оқиды да қайтадан жерге келіп тұрады. Сонда Хасан Басриге айтады Рабия Балқия, ей Хасан дейді, сенің жасағаныңды дейді, судың ортасында бар намаз оқығанды дейді, балық та жасай алады дейді. Менің жасағанды дейді, бұлттың үстіне шығып, 2 ракат құс та жасай алады дейді. Үш жерде екеуміз бірдемені түсінбей тұрмыз дейді. Менің мына сұрағыма жауап берші дейді. Сен осы құлшылыққа, Құдайға құлшылықты дейді, Құдайға құлшылықты. 5 уақыт намазыңды оқып жатсың, әулиелікке жеттің, күні-түні зікірде отырсың, күні-түні тасбиғыңда отырсың, вазипаңда отырсың. Не үшін жасап жатсың дейді. Мақсат не дейді. Құдайдың жолына бет бұрғандағы мақсат не? Не мақсат? Осыны түсіндіріп бер маған дейді. Сонда Хасан Басри әулие бұйырады. Иншалла ақыретте жәннаттан дәмеміз бар деп айтады. О, қоя қой деп айтады. Сен онда қыз-текесің дейді. Шошып кетеді Хасан Басри. Астапыралла, не болды деп. Сен әулие болатын болсаң дейді. Сен осы Құдайдың жолында мақсатың ақыретіңді ғана ойлап жасап жүрген болсаң дейді. Онда сен толық еркек емессің, қыз-текесің дейді. Толық еркек, кемел адам қандай болу керек дейді. Құдай тағала бізге осы тірлікті берді, бізге көз берді, көрсін деп, сезсін деп мұрын берді, естісін деп құлақ берді, сөйлесін деп тіл берді, жүрсін деп аяқ берді, қол берді, жұмыс жасасын деп. Құдайдың осындай сынақ дүниесінің, осындай жалғаншы дүниенің ішінде, осындай қиын жағдайда жүргенде күшті болсаң, Құдайдың дидарына шомылып біл дейді. Дидар талап қана нағыз еркек дейді. Дидар талап қандай болады дейді. Дидар талап. Ол жаңағы айтып отқан мына жүректе бізде адамның бойы 2 қуат күшінен тұрады дейміз ғой. Рух пен нәпсі деген, сол нәпсіні жеңген ғана дидар талап болады. Жүректі тазартқан. Жүректі тазартқан адамның ғана жүрегіне Құдайдың нұры мен шайылады. Сонда біздің мына Сәттіғұл дейтін кәкеміз айтады жырының ішінде. Дидарына жардың кезігіп көрмейді тамық түтінін дейді. Алланың сүйген құлдары дидарына жардың кезігіп көрмейді тамық түтін дейді. Құдайдың нұрына шомылып кеткен адамдарға мына дүниедегі қиыншылықтар дейтін ол түпәк болып қалады. Себебі оның мына жерінде анық сенім бар, анық иман ұялаған. Сонда әулиелерден сондай сөз қалыпты. Жауды жеңген жарты ер дейді, жарым ер дейді. Өзін жеңген бүтін ер дейді. Өзін жеңу деген нәпсіні жеңу, өздерінің нәпсіні. Жүректегі қара нәпсіні. Жаңа мына дәулет ағаларың айтты ғой, мына Құранда джихад деген сөздер бар деп, сол джихадты қазір ваххабизм, салафизмде былай пайдаланып алып,
ана адамдарды өлтірүүгө пайдаланып атыр да. Бірақ сол жихадты қара нәпсіге жасау керек жүректегі. Сонда адам өзін жеңет, ол толық ер дейді. Толық ер Құдайдың дидарына шомылалады дейді. Бұл әулиелердің арасындағы тәмсіл көріп тұрсыңдар, бұның мағынасы терең нәрсе. Ақыретте жәннаттан дәмен бар дейді, бәрі де бүйтіп отыр. Жоқ, ақыретте білмейсің сен жәннаттан бола ма, болмай ма. Ол жаққа барғаннан кейін өмір бойы құлшылықта тұрып, өзіңе құлшылық ибадат жасағандағы әділдігің солмамаған істеп тұрған мен тозақ па? Тозақ деп айтады сенің орның. Сен білесің ба дейді. Сен кішкентай кезіңде ойнап жүргенде үйдің артында дейді, бір жантаққа қонып тұрған бір араны ұстап алдың, бал арасын дейді да. Бал арасын ұстап алдың да, басынан ұстап тұрдың да, жантақтың тікенін алдың да бүйтіп, бірінші көзін ойдың, содан кейін қанаттарын тестің, содан кейін бүйтіп тескілеп, өлтіріп тастағанда аяғыңмен езіп кетіп қалдың дейді. Соның өзі саған жетеді деп айтты, тозаққа баруың үшін дейді. Ойбай, онда кеңшілігіңмен деп айтты. Кеңшілікпен болатын болса, сенің орның жәннат деп айтты. Сондықтан біздер Құдайдан не сұрауымыз керек? Біздер құлшылық жасағанда Құдайдан не сұрауымыз керек? Намаз оқып құлшылық жасағанда Құдайдан не сұрауымыз керек? Үйде отырып сұрағанда не сұрауымыз керек? Құдайдан біз бір нәрсе ғана сұрауымыз керек. Ол кеңшілік. Алла тағала менің осы жасап атқан осы ауызашарымды өзіңнің кеңшілік сипатыңмен қабыл ал деуге. Себебі біз осы дастарханның басында да мыңдаған қателер жіберіп атқан болуымыз мүмкін да. Біз аяғымызды басқан сайын біздер қателік жіберіп атқан болуымыз. Сондықтан біздер бір нәрсе Құдайдан сұрайтын нәрсе, Құдай кеңшілігіңмен қабыл ете көр. Дұға тілегімді кеңшілігіңмен қабыл ет. Әділдігіңмен болса болмайды ол. Сондықтан Құдайдың алды кең дейді. Кең деген сипаты бар дейді Құдайдың да. Құдай кең болса, кең болмаса, біз осыншама күнәһарлар өстіп біз бас қосып жүрмес едік. Біздің Алла тағаланың кеңдігі сол, біздің көп күнәларымызға ол тәубасына келеді. Ол себебі оның жүрегінде менің рух деген несібем бар. Ол жәннаттан үміт етеді. Ол пайғамбарымыз біз үшін ан жақта Құдайға мадақ айтып зарлап жатыр. Ол тәубасына келеді деген неменен біздің көп деген мына қателіктерімізді Алла тағала көрмей отырады, бүйтіп тастап отырады. Сондықтан біз әр күні таңда, әр күні жатарда құлшылық ибадаттарымызда Алладан кеңшілігін сұрап отыруымыз керек. Алла кеңшілігіңмен бір қабілеті көрші Алла деп. Себебі оқып отырған Құраныңның өзінде бір құлқуалланы оқығанда сен бәленбай қателік жіберіп отырған болуы мүмкін да. Сондықтан біз Алладан бір нәрсе сұрауымыз керек, ол кеңшілік екен, кеңшілік. Алла тағала ниетіңе қарай беремін дейді. Ниетіңе қарай беремін дейді. Ниетті жөндеу керек. Міне қазір мынандай қателіктер бар. Біз жаңағы қазір осы ағайындар қазір көп қой кешке қарай ауызашарға шақырып атады ғой. Сонда мен аузым деген жабық емес, менікі ашық, мен бармаймын, жіберіңші бар. Өздеріңіз сен саған телефон соғып шақырып атсаң, жіберіңші деп атсаң, сенің өз ниетің дұрыс емес деген әңгіме. Білдің бе? Сен сол аузы жабықтардың құрметіне барып, сен осы ауыз жабықтардың құрметіне барып, солардың қасында отырып, сен де сол ауыз жасатын суынан бүйтіп бұртта сенде. Одан сенің ештемен кеміп қалмайды. Сенің ниетің жөнді болу керек. Ниет деген не нәрсе? Ниет деген мынандай хикая айтып берейін. Бір қарға дейді, қажылыққа барамын деп жолға шықты дейді. Ұзақ сапарға жолға шықты, келе жатты, қараса бір құмға қарап бір тасбақа шығып баратыр дейді. Құмның төбесіне жете бергенде қайтадан домалап түсіп кетеді дейді төменге қарап. Қайтадан жүреді дейді, анау не құмға қарай. Қайтадан домалап түсіп кете береді. Сонда қарға ойлап тұр, тасбақа сен қайда барасың дейді. Иншалла қажылық сапарын өтуге баратырмын дейді. Қарқылдап күле тастан тұр. Сен мына жүрсің менен қашан қажылыққа барасың деп. Жүре бер сөйтіп дейді. Қара Мекке Мадинаға ұшып кетті дейді. Барып Қағбаны айналып жүрсе, өзінен бұрын тасбақа айналып жүр дейді. Шошып кетті дейді. Жылады дейді сонда Құдайға. Алла тағала, сен маған қанат бердің. Мен одан дейді, мен жолда озып кеттім ғанадан дейді. Ол менің алдында Қағбаға тәу өтіп кетті ғой деп. Ол оның ниеті ғой сенің көргенің деп айтты. Көрдің бе? Ниет деген сол да, адам жақсы затқа қарай ниеттене беру керек. Мүмкін біздер аузы жабықтардан пікір етіп, біздер келесі жыл ораза ұстап кететін шығармыз да. Сондықтан осындай ауыз бірлікпен жасалған дастарханда қолдан келгенше ниеттерің жөнді болып, бірге дастархандас болуға бола беруге болады ол. Рахмет, Сәкен.